саламатсыздар ма балалар? Әдебиетті оқу пәні 32-ші сабақ. Оқушы Шоқан, сендер бұл сабақта кейіпкерді сипаттайсыңдар, оның іс-әрекетіне көзқарастарыңды білдіретін боласыңдар. Сөз жұмбақты шеш, көк төргөздегі сөздерді дауыстап оқы. Бірінші, жақсының сөзі шолпан, жарғайдай анық. Ұстаздан шәкірт озар, қылжастан, асыл тастан. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба. Көк төргөздің ішінде Шоқан деген сөз шықты, иә? Сапарғали Бегалин 1895 жылы туылып, 1983 жылы дүниеден озды. Көрнекті балалар жазушысы, Шығыс Қазақстан облысында туған. Шоқан асулары, Сәтжан тағы басқа кітаптары бар. Оқушы Шоқан. Әубәкір молда баланың қандай нәрсеге бейімі бар екенін аңғаратын. Сол жағына көп көңіл бөлетін ұстаз еді. Ол Шоқанның қиялшыл, алғырлығына қызығатын. Сондықтан өзі білетін ақындардың шығармаларын сабақ ретінде оқытты. Шоқанның әрбір жаңа кітапты оқыған сайын оқу құмарлығы өрши берді. Әубәкір молда Орынборға кейінгі барып қайтқан жолы бір кішкене әңгіме кітабын әкелген. Шоқанға бұл кітап сондай қызық көрінді, бірақ молда өзі оқы деп берген жоқ. Ал рұқсатсыз алып оқуға әдеп сақтап жүр. Шоқанның мінезін сипаттайтын сөздерді тауып жаз. Шоқан қиялшыл, алғыр, зерек, тәрбиелі, сабырлы, сыпайы, жайдарлы. Шоқанның ұстазы кім? Ол жайлы мәтінде не айтылған? Шоқанның ұстазы Әубәкір молда. Ол баланың қабілетінің қандай нәрсеге бейім екенін бірден аңғаратын. Сол жағына көп көңіл бөлетін ұстаз еді. 5-ші тапсырма. Болжа, Шоқан қызыққан кітабын оқи алды ма? Шоқан қызыққан кітабын оқи алды деп ойлаймын. Себебі Әубәкір молда өзінің оқыған кітабын Шоқанға да берді. Топқа бірігіп пікірлерінің дұрыстығын дәлелдеңдер. Шоқан рұқсатсыз кітап оқымайды. Шоқан қызыққан кітапты оқиды. Шоқанның рұқсат сұрамай жатып кітап оқымағаны оның тәрбиелі екендігін көрсетеді. Шоқанның іс-әрекетіне өз ойыңды білдір. Сен оның орнында болсаң не істер едің? Мен Шоқанның іс-әрекеті дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол рұқсатсыз кітапты алған жоқ. Мен Шоқанның орнында болсам, ол кітапты сұрап алып оқитын едім. Ал балалар, бұл соңғы тапсырма болатын. Алдағы уақыттағы сабақтарымызды жіберіп алмауымыз үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.